Саламатсыздар ма білімгерлер? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжі оқытушы мен Мұратбаева Мөлдір. Тігін өндірісінің жабдықтары пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тігін машинасымен жұмыс жасау барысындағы қауіпсіздік техникасын сақтау. Сабағымыздың мақсаты тігін машинасын іске қосу және жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерін мен таныстыру. Біз бірінші тігін бұйымдарын дайындауға арналған жабдықтардың ең негізгісі ол тігін машинасы екенін білеміз. Ал бірақ сол тігін машинасының шығу тарихын көбісіміз біле бермейміз. Мен кішкене тігін машинасының шығу тарихына тоқтала кетсем. 15 ғасырда Леонардо да Винчи тігін машинасының жобасын ұсынады. 1755 жылы Карл Вейзенталь бір жіпті тігін машинасын ойлап табады. Осы Карл Вейзентальдан кейін жылдар өте дами бастаған 1834 жылы Уолтер Хант шөлнекті тігін машинасын ойлап шығарады. 1844-45 жылдар аралығы Элиас Хоу бір қалыпты жұмыс істейтін тігін машинасын шығарады. Және 1850-51 жылдар аралығында Аллен Уилсон және Исаак Зингер қазіргі заманғы машина түрін ойлап табады. 1870 жылы ақш-та Исаак Зингер фирмасын ашады. Осыдан кейін 1900 жылы Ресейде Подольск қаласында Зингер зауыты ашылады. 1917 жылы Кеңес елінде Подольск қаласында тұңғыш механикалық зауыт іске қосылады. Бұл зауытта сыртқы дизайндар жасалып, фирманың белгісін жазатын болады. Тігін машинасымен жұмыс істеу. Машина тігістерін атауымен таныстыру. Машинада дұрыс отыру тәсілі. Тігін машинасын жұмысқа дайындау. Тігін машинасымен жұмыс бастау, орындау және аяқтау. Тігін машинасымен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігіне тоқтала кетейік. Машинада дұрыс отыру тәсілі. Жұмыс орнына жарық сол жақтан немесе жұмысшының алдынан түсуі қажет. Және орындық пен жұмыс орнынан аралығы 10-15 сантиметрі болуы тиіс. Құрал жабдықтар арнайы қобдишада сақталады және үстел бетінде артық зат болмауы қажет. Тігіс машинасын айналатын бөлшектеріне жақындап еңкеуге болмайды. Тігін машинасымен жұмыс істеуден бұрын біз оны әзірлейміз. Үстіңгі астыңғы жіптерді өткізіп және машинаның жұмысының дұрыстығын тексеріп аламыз. Ол қалай? Айналатын маховикті біз өзімізге қарай айналдырып көреміз. Егер иіне түсіп көтеріліп тұрса, демек машина дайын жұмыс жасап тұр. Ал бос жүріс жасайтын болсақ, ол кезде маховикті айналдырған кезде ине қозғалмайды. Жіпті өткізгенде арнайы ереже сақталмаса, машина дұрыс жүрмейді. Астыңғы жіпті шөріпке кигізеді, жіптің тартылысын бірыңғай реттейміз және шөріптің қабын қолданамыз. Тігін машинасымен жұмыс жасаудың және шөлнектің орнына орналасуы міне экран бетінде сіздерге көрсетіліп тұр. Тігін машинасымен жұмыс істегенде мынадай тәртіпті сақтау керек. Бірінші, тігін машинасын жұмысқа даярлау. Қозғалтқыш рычагты қосып, машинаны жұмыс жүрісіне қою. Үстіңгі астыңғы жіптерді өткізу. Тігістің қажетті ұзындығын реттеп, инені жоғары көтеру. Жұмысты бастау. Тігетін матаны табан астына қыстырып, инемен бір шаншым алу. Және жұмысты жалғастыру. Жұмысты орындау. Қозғалтқыш тұтқаны айналдырып, матаны белгіленген орны бойынша бақтап отыру. Жұмысты аяқтау. Инені машинаның табанын көтеру, сол қолмен матаны шығарып, жіптерін қию. Машина бос жүріске қою. Тігін машинасымен жұмыс жасау кезіндегі техника қауіпсіздік ережесі. Бұл ең маңызды, бізде сақталатын. Машина тоқпен жұмыс істегеннен кейін техника қауіпсіздігіне біз аса мән беруіміз қажет. Қыз балалар арнайы өздерінің фартуктерін және бастарына орамалдарын тағуы қажет. Өйткені біздің шашымыз айналмалы бөлшектерге ілініп қалуы мүмкін. Және алдымыздағы фартук біздің үстімізді ластанудан сақтайды. Және машинаның табаншасында арнайы резинка орналасуы тиіс. Бұл біздің
тоқтан сақтайды. Жұмысқа кірісуден бұрын машина платформасын тексеріп аламыз. Платформада ешқандай артық зат болмауы тиіс. Және иненің орналасуын, дұрыс көздің сізге қарап тұруын, дұрыс орналасуын, бекітілуін тексеріп аламыз. Машина жұмыс істеп тұрғанда машинаның қозғалып тұрған бөлшектеріне жақын еңкеуге болмайды. Қол саусақтарын машинаның табанына немесе инесіне бастырып алу қаупі туады. Жұмыс үстінде тігіп отырған оқушыларды алаңдатуға, олар арқылы заттарды беруге тыйым салынған. Аяқ машинасымен жұмыс істегенде жетекті қолмен ұстауға болмайды. Жетек ұстайтындай болсақ, ол кезде машинаны сөндіріп қана қозғалта аламыз. Ендігі сабағымыз түсінікті болса, сіздерге үйге берілетін тапсырма. Машинада дұрыс отыру тәртібі қандай? Тігін машинасына жұмыс қалай дайындаймыз? Тігін машинасымен жұмыс істеуді бастау, орындау, аяқтау дегеніміз не? Қандай машина тігістерін білеміз? Рахмет назарларыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.